Қарияға құрмет көрсету ұрпақ міндеті. Қаламызда орналасқан Мұхтар Әуезов атындағы жалпы білім беретін мектеп гимназиясының директоры Бағила Рамашева өзін-өзі басқару ұйымының мүшелерімен бірге қаламыздағы ардагерлер үйіне арнайы барып мерекемен құттықтады. Концерттік бағдарлама ұсынды. Ақылды қария ағып жатқан дария. Дәл осындай атаумен қарттар күніне орай ұйымдастырылған кеште әсем ән шырқалып, оқушылар вальс билеп қариялардың көңілі марқайтты. Ақ тілектермен құттықтаулар айтылып, оқушылар мен қаламыздағы жас әншілер өз өнерін көрсетті. Қарияларымыздың көңілін көтеріп, керемет кешті ұйымдастырған Мұхтар Әуезов мектебінің ұжымы мен оқушыларына ақсақалдар алғыс айтып, батасын берді. Ананың мейірімен, әкенің өсиетімен өскен біздің қазақ халқының ұл-қыздары салт дәстүрге, әдет-ғұрпқа өте берік ұстайды. Соны ұстап, әр уақытта үлкендерге құрмет жасайды. Кішілерге зерттеу жасап, жүрген жерінде өзінің осы салт дәстүрімізді, әдет-ғұрыптарымызды аяға серппей, паш етіп, тәрбиелік маңызы бар жөніндегі мінез-құлықтар жасайды. Мына бүгінгі сіздердің келіп отырғандарыңыз осы үлкен бұл нәрсе. Біріншіден өздеріңіз тұлға болып қалыптасасыздар. Мына үндінің мынандай бір мақал бар екен. Қарияларға құрмет көрсеткен бала даңқы арта түседі. Өмірі ұзақ болады, әрі білімді, көп білетін адам болады дейді. Өйткені қариялар бұл жатқан қазына. Бұған керек нәрсені алып қалу керек. Бұл кісілер тек қана жақсыны айтады, көргенін айтады, көріп тоқығанын айтады. Сондықтан айналайын мынау келіп, сіздердің алдарыңызға келіп, өздеріңіздің өнерлеріңізді көрсетіп, жыл лебіздеріңіз көрсетқанда сіздердің көргендіктеріңіз біздің салт дәстүрімізге, әдет-ғұрыптарымызға мекем ұстағандықтарын білдіреді. Әр уақытта осы жалғасын таба берсін. Біздің ата-бабамыздың салт дәстүрімен өзіңіздер еш уақытта жаман болмайсыздар. Сонда ғана сіздер алдарыңызға қойған мақсат-мұраттарға жетесіздер. Мынау осы әкенің жанындағы өсиетімен, ананың мейірімен баланың бойында армандар айқындалып, ұлы мұраттарға жанындағы құмартатын жағдайлар болды деген. Міне сол мұраттарыңызға жете беріңіздер. Құда қаласа елдің үлкен азаматы болыңыздар. Сіздерге не айтамын? Мереке, қарияларыңыздың мереке құтты болсын, жүздеріңізден күлкі еш уақытта айырылмасын. Әр уақытта сізбіз бол, осы жылда бірінші қадамды мерекеге тойлай берейік. Рахмет. Ардагерлерді ардақтау құрметті іс. Қазақ халқы үлкенді құрметтеп, кішіні аялай білетін халық. Кештің басты мақсаты сол салт дәстүрді осы күнге дейін жеткізіп келген қарттарға қуаныш сыйлау болды. Кеш соңында Мұхтар Әуезов мектебінің директоры Бағила Рамашева қарияларға ізгі тілегін жеткізді. Құрметті ақжалқы апалар, ардақты аталар, тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Енді сіздер қарттар деуге де негізі келмейді. Қарап тұрсаңыздар қандай әдемі апалар сіздер сияқты, мына болашақ ұрпағымыз сіздер сияқты әдемі жәрдемді қартаюды бәрімізге нәсіп етсін. Сіздер сияқты осындай өнерлі, білімді, ақылды болайық біздер. Сіздердің тәрбиелеріңіз әрқашан да бізге өнеге болады. Айтып жатқан сөздеріңіздің бәрі, алып жатқан баталарыңыздың бәрі сіздерден қабыл болсын. Айтып жатырмын ғой, жаңағы жас ұрпақ тек қана сіздердің берген тәрбиелеріңізбен өседі. Әр үйдің ұйытқысы, берекесі болып отырған сіздер біздің қазынамсыздар. Әрқашан да аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сара Кеңесбай, Бағдәулет Шахапов, Арт ТВ жаңалықтары.